Сәлеметсіздер ме, құрметті 3-ші сынып оқушылары? Бүгін бізде дүниетану сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы адам досымен мықты. Тақырып бойынша берілген мәтін достық туралы хикая. Бүгінгі сабағымыздың барысында этика ұғымы мен әдептілік қағидалары туралы білетін боламыз. Адамдар арасындағы достықтың қаншалықты маңызды екенін үйренетін боламыз. Ендеше балалар, өзімізді бүгінгі сабаққа дайындау үшін ребус әдісі арқылы берілген тапсырманы орындайық. Ол үшін экранда берілген суреттердің атауларын тауып, ребусты шешейік. Ал ендеше балалар, сәттілік. Қанекей балалар, ребусты шешіп болсақ, дұрыс жауабымен тексерейік. Экранда көрсетілген суреттерді атайық. Доп, сағат, оттық. Доп сөзінің соңғы бір әріпін алып тастайық. Сағат сөзінің соңғы 4 әріпін алып тастайық. Оттық сөзінің алғашқы 2 әріпін алып тастайық. Сол кезде бізде балалар достық сөзі шығады. Жарайсыңдар балалар, кереметсіңдер. Олай болса балалар, достық сөзінің мағынасын біліп алайық. Достық сөзінің мағынасы өзара сыйластық пен ортақ мүддеге құрылған жақын қарым-қатынасты білдіреді. Достық ол адалдық, адамгершілік, бауырмалдылық, сенімділік. Сонымен қатар достық өзара жауапкершілік пен қамқорлықтың, рухани жақындықтың белгісі. Түсінікті ме балалар? Достық сөзі осында үлкен әрі керемет мағынаны білдіреді. Балалар, ендеше келесі кезекте шатасқан әріптерден дұрыс сөзді тауып алайық. Балалар, сендерге сөзді оңай тауып алу үшін дискриптор дайындадым. Сәттілік, балалар. Жарайсыңдар балалар, экрандағы шатасқан әріптерден этика сөзі шығады. Балалар, сендер этика сөзінің мағынасын білесіңдер ме? Этика мінез-құлықтың қағидалары мен нормалары. Мәселен, сен және сенің достарың сабаққа кешікпей келесіңдер. Мұғалімдерге орындарыңнан тұрып, сәлем бересіңдер. Үлкендерге ізет көрсетесіңдер. Міне осының барлығы әдептіліктің белгісі. Ал әдептілік жаныңа жақсы достар жинау үшін өте қажет. Ендеше балалар, барлығымыз асыға күткен сергіту сәтіне кезек берейік. Ол үшін барлығымыз орнымыздан тұрып, аюлармен бірге Мария Төлекованың достарым атты сергіту сәтімен сергіп алайық. Достарым, ай достарым, туған жердің төрінде сәуле шашқан алтын күн жарқырасын көгінде. Достарым, ай достарым, тек қуаныш көңілде. Достардың көп болғаны қандай жақсы өмірде. Достарым, менің достарым, қосылды бүгін бастарым. Достарға арнап әдемі осынау әнді бастадым. Жарайсыңдар балалар, сендер кереметсіңдер. Ендеше жақсылап сергіп алсақ, тақырып бойынша берілген мәтін достық туралы хикаямен танысайық. Барлығыңыз мені құлақ салып тыңдаңыздар. Достық туралы хикая. Екі дос бір егістікте жұмыс істейтін. Бірі үйленген отбасы бар. Екіншісі бойдақ. Күн батқанға дейін жұмыс істеп, достар тапқан өнімді тепе-тең етіп, екіге бөліп алатын. Бойдақ жігіт түскен пайданы тепе-тең етіп бөлгеніміз дұрыс болмады. Мен жалғыз тұрамын, сондықтан да көп шығыным да жоқ деп ойлайды. Осындай ойымен бір қап бидайды жасырын түрде досының қорасына апарып тұрады. Досы да ішінен түскен өнім мен пайданы бірдей бөлгеніміз дұрыс емес. Менің отбасым бар, қартайғанда олар маған қарайды. Досымның болса ешкімі жоқ.
қартайған кезінде оған қарайтын адам болмайды дейді. Осылайша ол да түн жамылып досының қорасына бір қап бидай апаратын болды. Осыған қарамастан екі қорадағы қаптар саны неліктен еш азаймағанын екі доста түсінбей жүреді. Тағы бірде екеуі бір-бірінің қорасына қап апара жатқанда жолда кездесіп қалады. Сонда ғана олар болған жайды түсінеді. Қаптарын жерге қоя салып, екі дос бір-біріне деген адал ниетті екендерін біліп, көздеріне жас алады. Балалар, мәтін не туралы екен? Мәтін түсінікті ме? Жарайсыңдар балалар, мәтінді жақсы түсініпсіңдер. Олай болса, балалар, артығын алып таста әдісі арқылы экранда көрсетілген егістік, сағат, отбасы, белбеу, қап, сайман, қорап, қаламсап, адалдық, бидай, бойдақ, тары, құс ұясы, көрімдік сөздерінің арасынан мәтінге қатысы жоқ сөздерді алып тастаңыздар. Керемет балалар, ендеше тексерейік. Сағат, белбеу, сайман, қорап, қаламсап, тары, құс ұясы, көрімдік сөздерінің мәтінге қатысы жоқ. Балалар, мәтінде айтылғандай, адал әрі сенімді дос тапқымыз келсе, достықтың алтын қағидасын есімізде ұстайық. Достықты сақтау үшін мінез құлықтың, әдептілік қағидаларын сақтаудың маңызы зор. Өзіңе өзгелердің қандай қарым-қатынаста болғанын қаласаң, өзің де өзгелерге сондай құрметпен қара. Сол кезде барлығы жақсы болады. Ендеше балалар, достықтың алтын әрі алты қағидасын жадымызда ұстайық. Бірінші, қиын кездерде бір-біріңе көмек көрсетіңдер. Екінші, досыңды алдамай, оған адал бол. Үшінші, досыңды қорлама. Төртінші, досыңмен қызықты шақтарды бөлісе біл. Бесінші, досыңды барда да сына, жоқта да сына. Алтыншы, досыңның кемшілігін кешіре біл. Түсінікті ме балалар? Егер осы алты қағидан ұмытпасақ, бізді достарымыз ешқашан ренжітпейді және адал болады. Осы алты қағиданы естігенде көз алдымызға достарымыз келді, я балалар. Олардың жақсы қасиеттері, адалдықтары. Ендеше балалар, әрқайсымыз менің досымның формуласы әдісі арқылы өз достарымыздың формуласын жасайық. Формула сөзі бізге математикадан таныс, я балалар. Олай болса, мен сіздерге мысал арқылы көрсетейін. Менің досымның есімі Қайсар. Тең жақшаны ашамыз. Қайсардың бойында 3 адамгершілік, қосу 2 мейірімділік және одан 0 еріншектікті алып тастаймыз. Және оған 2 кішіпейілділікті көбейтеміз. Түсіндік пе балалар? Олай болса, барлығымыз үй тапсырмасына осылай өз досымыздың формуласын құрастырамыз. Ендеше балалар, біз бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Берілген адал дос тақырыбындағы роликті көріп, реніштерді құмға жаз, қуаныштарды тасқа жаз сөзінің мағынасын сапар шегіп келе жатып, әлденеге келісе алмай ерегесіп қалады. Жәнібек ашуланып Азаматтың кеудесінен қатты итеріп жібереді. Жәнібектің соққысы жанына батса да Азамат үндемейді. Бірақ құм бетіне Азамат бүгін менің жан досым кеудемнен итерді деп жазады. Содан соң сапарларын ары қарай жалғастырады. Көп замай алдарынан үлкен көл кездеседі. Екеуі суға түсіп, салқындап алуға бекінеді. Суға түскен сол-ақ екен, Азаматтың аяғына балдыр оратылып, тұншыға бастайды. Жәнібек жалмажан көмекке ұмтылып, оны өлімнен құтқарып қалады. Бір ажалдан аман қалған Азамат өз-өзіне келгесін орнынан тұрып, тасқа ойып, мынандай сөздер жазады. Бүгін менің жан досым өмірімді сақтап қалды. Жолдасының ісіне аздап таң қалған Жәнібек: алғашқы ісіңді құмға жазып едің, соңғысын тасқа жазып жатырсың. Мұның мәнісін түсіндірші деп сұрайды. Сонда Азамат:
Бізге біреу зиян тигізсе, істеген ісін құмға жазуымыз керек. Кешірім желі суырып, оны өшіріп жіберуге жеңіл болады. Ал біреу бізге жақсылық жасаса, оны тасқа жазғанымыз дұрыс. Қандай дауыл, борандар болса да, оны ешқашан өшіре алмайды деген екен ақылды бала Азамат. Назарларыңызға рахмет, күндеріңізге сәттілік тілеймін.